Now I spent it all up, all of my love, I spent it all up, all of my love, I spent it on you, spent it on you. Yeah, I spent it all up, all of my love, I spent it all up, all of my love, I spent it on you. Said I spent it on you. Selam hadi. Tuğaybek tағы да сенсің ба? Кетші бар. Сәлем Сәбилә. Keçi var söylesin kimiydi seni? Сөйлеспесең сөйлеспе. Сәлем Шырай. Selam Aybek. Мен сенде амандасатын адамдар бар екен ғой. Балалар, мына мұғалима бірнеке істеу керек қой. Басымызға шығып кетті апай. Давайте арыз жазайық. Аладия, сен апай байқап қалмас үшін апайдан барып кешірім сұрайсың арыз жазғаннан кейін. Окей. Мына пранк күшті болады. Апай, бізді кешіріңізші. Себебі біз енді тәртіпті боламыз, шуламаймыз, сабағымыз жақсы оқимыз. Енді сіздің мазаңызды алмайтын боламыз. Өтінем, кешіріңізші. Сәлеметсіздер ме? Отырыңыздар. Мен сіздерден кешірім сұраймын, сіздерді қатал ұстаған үшін. Және де келесі жолы сіздер ақырын жүріп, ақырын тыныш жүресіңдер деп ойлаймын. Апай, сізді директор шақырып жатыр. Қазір 5 минуттан кейін келемін. Бай-бай. Кіруге рұқсат па? Иә, кіріңіз. Сәлеметсіз бе, шақырып едіңіз? Сәния Айдаровна, сіздің балаларыңыз сіздің үстіңізден арыз шағым жазды, мінекей. Бірақ енді бұның қандай сынып екенін нақты айта алмаймын, өйткені печатный әріппен жазыпты балалар. Сіздің келгеніңізге көп болған жоқ, бірақ мұндай жаман жағыңыздан көрсетесіз деп ойламаппын. Апай, сізге не болды? Ештеңе болған жоқ. Шырай, Сәбилә, Али Асқар мен Рахатпен бірге кітапханаға барып кішкене оқып келіңдер. Олар нашарлап кетті. Жақсы апай, Али Асқар кеттік. Мына Али Асқар да. Бай-бай. Енді оқымаймын мынаны. Мен де оқымаймын. Мына қара, қазақ хандығын құрған Кереймен Жәнібек. Оны қойшы, қара теңізді білесің бе? Оны мен қойған сен үшін. Рахмет. Осы сұрақтар тестте кездеседі. Түсіндің ба? Шырай, сен қазақ хандығын білесің ба? Иә, білем. Мен ғой оны құрған сен үшін. По идее, оны құрған Кереймен Жәнібек қой. Енді мен ғой оларға көмектескен. Сен жаңа қара теңіз туралы не айттың? Это уже не важно. Эх, махаббат, сегіз әріп бір сезім. Не дедің? Это уже не важно. Мен де оқымаймын кітаптар. Сосын қашан дайындаласыңдар? Ешқашан. Біз Екі двоечник хоть бір рет сабаққа дайындалған көрдің бе? Так давайте снова. Эх, Махаббат. О!